Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің аулам. Мақсаты ауладағы заттар атауымен танысу, қайда сұрағына жауап беру. Ребята, тема сегодняшнего урока – мой двор. Сегодня познакомимся с названиями предметов во дворе и сможем ответить на вопрос «Где?». Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: аула – это двор, әткеншек – качели, құм – песок либо песочница, сырғанақ – горка, орындық – стул, скамейка, қайда – где. Теперь, чтобы правильно произносить и запомнить слова, давайте повторим. Аула, әткеншек, құм, сырғанақ, орындық, қайда. Жарайсыңдар, балалар. Енді аула сөзін тәуелдік жалғауын жалғап айтайық. Теперь, ребята, давайте к слову аула, то есть двор, добавим притяжательное окончание. Мой двор будет менің аулам. Твой двор – сенің аулаң. Его либо ее двор – оның ауласы. Қайталаймыз. Менің аулам, сенің аулаң, оның ауласы. Жарайсыңдар, балалар. Обратите внимание на окончание. Келесі мына суретке қараймыз. Бұл аула. Енді мәтін оқиық. Бұл менің аулам. Аулада орындық, әткеншек, құм, сырғанақ бар. Менің аулам таза. Это мой двор. Во дворе есть скамейка, качели, песок и горка. Мой двор чистый. Ребята, еще раз прочитайте текст на казахском, затем на русском языке. Келесі екінші тапсырма, әріптерден сөз құрап жаз. Вам нужно из этих букв собрать слово. Мысалы, құм сөзі. Вот этих из 3 букв я собрала слово құм. Вам нужно продолжить по данному образцу и записать слова в тетради. Келесі бұл не сұрағына жауап береміз. Ребята, сейчас мы будем отвечать на вопрос, что это. Бұл не? Бұл әткеншек. Бұл не? Бұл құм. Бұл не? Бұл сырғанақ. Бұл не? Бұл орындық. Жарайсыңдар. Енді қайда сұрағына жауап беріп үйренеміз. Теперь давайте научимся отвечать на вопрос «Где?». В казахском языке, чтобы ответить на вопрос «Где?», нам нужно к словам добавить окончание либо «да-де», либо «та-те». Мысалы, қайда? Где? Аулада, во дворе. Қайда? Үйде, дома. Қайда? Сырғанақта, на горке. Қайда? Әткеншекте, на качелях. Видите, ребята, к словам мы добавили окончание «да», «де», «та», «те». Таким мы образом ответили на вопрос «қайда?». Енді үй жұмысы, өз аулаңның суретін салу. Ребята, домашнее задание – нарисовать свой двор. Енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.